Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір қазақ тілі сабағы, қазақ тілінен біздің жалпы өтіп жатқан тақырыбымыз зат есім. Бүгін зат есімнің тәуелденуін оқитын боламыз. Зат есімнің тәуелденуі екі түрде болады. Жекеше түрде және көпше түрде тәуелдейміз. Мысалы, менің добым, сенің добың, сіздің добыңыз, оның добы. Бұл жекеше түрде тәуелдену деп аталады. Жекеше түрде тәуелдену, балалар, жалпы көпше түрде де жекеше түрде де тәуелдену үш жақта айтылады. Менің бұл бірінші жақ, сенің, сіздің бұл екінші жақ болады. Екеуі бірге осылай көрсетіп қоясыңдар. Оның ол үшінші жақ болады. Сенің дегенін білесіңдер балалар, біз өзіміз шамалас адамдарға сенің деп айтамыз, ал үлкен кісілерге сіздің деп айтамыз. Сондықтан бұл екеуі екінші жақ болады. Келесі, енді менің бұл жекеше түр болғандықтан біздің көпше түрі болады. Сенің жекеше түр, сендердің көпше түрі, сіздің жекеше түр болса, сіздердің бұл көпше түр. Оның, олардың. Көпше түрде жіктеу дегеніміз, тәуелдеу дегеніміз балалар, біздің добымыз, сендердің доптарың, сіздердің доптарыңыз, олардың добы. Міне балалар, осылай жекеше және көпше түрде зат есімдерді тәуелдеуге болады. Тәуелдеу дегеніміз бұл меншіктеу. Мысалы, менің добым, сенің добың, немесе менің кітабым, сенің кітабың, сіздің кітабыңыз, ол басқа ешкімдік емес. Тәуелдеу, меншіктеу. Балалар, шатастырмаймыз. Алдағы уақытта біз жіктеуді өтеміз, сол кезде шатастырмас үшін жақсылап түсініп алуымыз қажет. Кез келген сөзді осылай тәуелдеп жазуға болады. Мысалы, қалам, менің қаламым, сенің қаламың, сіздің қаламыңыз, оның қаламы. Көпше түрде біздің қаламымыз, сендердің қаламдарың, сіздердің қаламдарыңыз, олардың қаламы. Осылай балалар, кез келген сөзді тәуелдеп айтуға болады. Осындай түрде мына орындарын ауыстырмаймыз. Қалай жазылып тұр, осылай тәуелдеуді, бұл жәнегі жазылу үлгісі осы. Кез келген сөзді тәуелдегенде тура осылай жазамыз. Ешқандай орындарын ауыстыру, немесе бір жолға жаза салу, үтір қойып, ондай болмайды. Тура осы ереже сақталып, бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ деп көрсетіліп отырып, тапсырма осылай орындалуы керек.